Аққала мен достары жаңа жұлдызын қалай тапты? Қар жамылған қалың орманда биік шыршалардың арасында мейірімді аққала өмір сүріпті. Бір күні оған қоян, кірпі және аю жүгіріп келді. Аққала, бір қиындық болды, деді қоян. Жаңа жұлдызы жоғалып кетті, деп қосты кірпі. Ол болмаса, Аяз ата орман мерекесін бастай алмайды, деді аю мұңайып. Онда біз жұлдызды тауып Аяз атаға апарайық, деді аққала батыл дауыспен. Достар жолға шықты. Қоян алда жүгіріп іздерді қарап отырды. Кірпі жан-жағына мұқият қарап келе жатты. Ал аю барлығын терең қардан өтуге көмектесті. Кенет олар жылаған дауысты естіді. Орман соқпағында екі қыз бала тұр екен. Олар орман мерекесіне бара жатып адасып қалыпты, әрі тоңып та қалған. Біз жолды таба алмай қалдық, деді бір қыз. Мерекеге кешігіп қаламыз ба, деп қорықтық, деді екіншісі. Уайымдамаңдар, біз көмектесеміз, деді достар. Аю мен кірпі қыздарға қысқа жолды көрсетті, ал қоян болса жүгіріп жолдың қауіпсіз екенін тексеріп отырды. Рахмет сендерге, деп қуанды қыздар, мерекеге қарай кетті. Жақсылық жасасаң, ол міндетті түрде қайтып келеді, деді аққала. Бір шама жүрген соң шыршаның түбінен жұмсақ жарықты көрді. Ол жаңа жыл жұлдызы екен. Таптық, деп қуанды аққала. Орманнан шыққан қатты дауыстарды естіп, Аяз ата мен Ақшақар сол жаққа қарай бет алды. Үлкен рахмет сендерге, деді Аяз ата жұлдызды көріп. Сендер нағыз достық пен мейірімдікті көрсеттіңдер.